Бәріне сәлем. Түрік елінің мини пиццасы пуачо. Өте жұмсақ, үлпілдек, қамыры нәзік, дәмі ерекше тіл үйіретін ерекше тағам түрі. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы 2 стакан сүтті құямыз. Үстінен жұмыртқаның ақ уызын қосамыз. Және де құрғақ дрожжи қосып жақсылап араластырамыз. 1 шай қасық тұз және де 2 шай қасық қант қосып жақсылап араластырамыз. Және де үстінен күнбағыс майын қосып біркелкі етіп араластырып, ұнымызды аз-аздап қосып жақсылап араластырып жұмсақ қамыр илейміз. Менде осындай кесемен 3 кесе ұн қостым. Қолымызбен жұмсақ, қолға жабысатын қамыр илейміз. Соңында күнбағыс майын ыдысымызға құйып, қамырды сол маймен басып шығамыз. Бетін жауып, көтерілгенше 1 сағатқа алып қоя тұрамыз. Ол уақытта пиццамызға қосатын салмамызды дайындай береміз. Тәтті бұрышты ұсақтап тураймыз. Одан кейін қызанақты да дәл солай ұсақтап кубик тәрізді етіп қосамыз. Және салмасына бізге кукуруза қосамыз. Банкадағы өте ерекше дәм береді кукуруза сырмен бірге. Және де өзіңізге ұнайтын кез келген колбаса түрін қосамыз. Осылай ұсақтап тураймыз барлығын. Және де өзіңізге ұнайтын сыр түрін қосасыз. Менде сулунгули сыры. Оны да ұнтақтап тураймыз. Және де достар, менің қазақ тілді контентімді қолдап, видеоларымды соңына дейін көріп, кез келген комментарий қалдырып, достарыңызға осы видеомды жіберіп отырсаңыздар екен деймін. Бұл маған жаңа видеолар шығаруға үлкен шабыт сыйлайды. Барлық ингредиенттерді осылай бір ыдысқа саламыз. Және де мен екінші ыдысқа да салдым. Ол балаларға, өйткені балаларым тәтті бұрышты жақтырмайды. 2 бөлікке осылай 2 ыдысқа дайындап алдым. Мінекей. Енді дайын болған көтерілген қамырымызды алып, қолымызбен осылай басып, бөлек аламыз да, дөңгелек қолымызды шамалы майлап алып, дөңгелек етіп осылай бөліп аламыз. Менде 16 бөлік шықты. Барлығын бірдей етіп, көз мөлшерімен осылай бөліп алдым. Және дайын болған қамырларымызды қолымызбен жайып, оқтаудың қажеті жоқ. Қолымызбен жайып, ортасына салмасын салып, пирожки тәріздес етіп, осылай түйіп шықтым. Осылай ортасы ашылып кетпейтіндей етіп, жақсылап түйіп аласыз. Және де пергамент қағазын противенге жайып, тізіп, барлығын осылай етіп қойып шығамыз. Және видеода көрсетілгендей етіп, пышақтың көмегімен тіліп, ортасын осылай ашып шығамыз. Түйген жағын астына қаратып қоямыз. Тегіс жағын осылай тіліп, ортасындағы начинкасы бізге көрініп тұру керек. Мінекей, видеодағыдай етіп жасасаңыз болады. Өте әдемі көрінеді начинкасы. Және де бетін жұмыртқаның сарысын әдемілеп жағып шығамыз. Менде қолдың жұмыртқасы сол себепті өте сары, қанық түс беріп тұр. Әдемі болып пісіп шықты. Кунжут себеміз әдемілік үшін. Қызып тұрған духовкаға 180 градуста 20-30 минутта дайындап аламыз, қызарғанша. Мінекей, пиццаларымыз дайын. Өте жұмсақ, дәмді, ерекше әдемі болып шықты. Мінекей, дәмі сондай керемет. Түрік елінің пиццасы пуачо. Сіздер де жасап көріңіздер. Келесі видеоларда кездескенше. Сау болыңыздар.